Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз жаңғақтың адам организміне пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Жаңғақ адам ағзасына ең пайдалы және ең маңызды тағамдардың бірі. Өздеріңіз білетіндей, біздің ағзамызға май қажет. Ал миымыздың 70% майдан тұратынын ескерсек, құрамында майы бар тағамдарды үзбей тұтынуға тиіспіз. Әрине, май көптеген тағамдарда кездеседі. Десе де, ең жақсысы балықта, табиғи өсімдік майларында, тұқымдарда және жаңғақтарда болады екен. Ендеше, жаңғақтың түрлері мен емдік қасиетімен танысайық. Жаңғақтың пайдасы. Жаңғақ миымызды керемет нәрлендіреді, жұмыс істеу қабілетімізді жақсартады және жүрегімізді нығайтады. Оның құрамында май өте көп. Соған қарамастан, ағзадан зиянды холестеринді тамаша жояды. Нәтижесінде ағза тазарып, қажетті дәрумендерді, минералдар мен микроэлементтерді сіңіреді. Жаңғақ аштықтан құтқарады. Егер сізде тамақтануға уақыт тапшы болса, 5-6 дана жаңғақ жеңіз. Оның жағымды дәмі мен құнары асқазаныңызды толықтырады. Жаңғақ ақуыздың қайнар көзі. Бұл пайдалы тағамды үнемі тұтыну жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Сонымен, қайсы жаңғақ қандай дертті емдейтінін бірге білейік. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналды 5000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз бізді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Орман жаңғағы. Көпшілігіміздің сүйіп жейтін орман жаңғағымыздың, яғни фундуктың ағзамызды қуаттандырып, қажетті микроэлементтермен байытады. Оған қоса жүрек тамыр жүйесі ауруларының алдын алуға көмектеседі. Атеросклероздан қорғайды, қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзаны шлактан және улы заттан тамаша тазартады. Тұрақты тұтыну бүйрек тастарынан құтылуға көмектеседі. Кедр жаңғағы. Адам ағзасына пайдалы қасиеттерімен жоғары бағаланған кедр жаңғағы көмірсулар мен майлардың қайнар көзі. Қанның сапасын жақсартқыңыз келсе, күніне белгілі бір мөлшерде тап осы жаңғақты жеп жүріңіз. Ол токсиндерді тазартады, қан қысымын қалыпқа келтіреді және қан түзіліміне оң әсер етеді. Кедр жаңғағында кальций элементі өте көп. Соның арқасында қанның ұюын болдырмайды, әрі гемоглобин деңгейі де реттеледі. Артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін тамаша өнім. Ас қорыту процесін қалыпқа келтіреді де және нәтижесінде аз калорияларды тұтынып, қажетсіз салмақты жоғалтуға көмектеседі. Ойық жара, гастрит және панкреатитпен ауыратын адамдар үшін де пайдалы. Сонымен қатар жаңғақтың құрамындағы марганец глюкозаның сіңуіне жақсы әсер етеді. Нәтижесінде ұйқы безінің жұмысы жақсарады. Майлар энергияға айналады. Ал құрамындағы Б тобындағы дәрумендер депрессиядан арылуға көмектеседі. Жер жаңғақ. Жаңғақтардың ішіндегі бағасы жағынан қолжетімдісі, әрі құнары жағынан бағалысы болып табылатын жер жаңғақ ақуыздың, май мен дәрумендердің қайнар көзі. Егер күніне 100 грамм жейтін болсаңыз, ағзаңызға түскен кез келген пайдалы микроэлементтерді жақсы сіңіреді және фосфор мен магнийдің күнделікті нормасын толықтырады. Егер сіз құрсақ көтеріп сәби сүйгіңіз келсе, жиі жер жаңғақ жеңіз. Ол бедеуліктің алдын алады, қандағы холестеринді төмендетеді, керемет антиоксидант болып табылады. Оған қоса ағзаның қартаюының алдын алады. Салмақ жоғалтқысы келетіндер мен бұлшықет массасын жинағысы келетіндер үшін де пайдалы. Белгілі бір мөлшермен жесеңіз, ағзаны пайдалы ақуызбен тамаша қанықтырады және энергияны майға айналдырмайды. Бадам жаңғағы. Әлем елдерінің ұлттық тағамдарын дайындау үшін қолданылатын бадам жаңғағы жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиетке ие.
депрессияға, жүйке бұзылыстарына, ұйқысыздыққа, стресске және неврозға таптырмайтын дәрі. Дәл осы антидепрессант қазіргі заманғы адамдарға қажет. Олар үнемі күйзеліске ұшырайды. Жұмыстан келген соң 10 шақты данасын жеп алсаңыз, күні бойы жатып тыныққандай әсер аласыз. Бадам есе сақтауды жақсартады және зейінді шоғырландыруға көмектеседі. Кез келген жастағы адамдарға пайдалы болатын тамаша табиғи антиоксидант. Қатерлі ісік жасушаларының дамуын болдырмайды, бос радикалдармен күресуге көмектеседі. Кешью жаңғағы денсаулықты жақсартуға және көптеген аурулардан арылуға көмектесетін керемет дәмді жаңғақ. Одан бөлек құрсақ көтеруге септігін тигізеді. Егер сізде тері аурулары болса, еш ойланбай кешью жеуді әдетке айналдырыңыз. Көбінесе экземадан, псориаздан және эпидермистің аллергиялық зақымдануынан зардап шегетіндерге ұсынылады. Нәтижесін аз күннен кейін-ақ байқайсыз. Иммундық жүйені нығайтады, қабыну процестерінің алдын алады және вирусты жояды. Грек жаңғағы. Бұл жаңғақтың түрі жүрек пен қан тамырларының проблемаларын шешуге тамаша көмектеседі. Қан тамырларының қабырғасындағы түйіншектерді кетіреді, әрі қанды тазартады. Грек жаңғағы ерлердің еркектік қуатын керемет көтереді. Қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіріп, жүйкеңізді тыныштандырады. Зат алмасу жұмысын жылдамдатады. Грек жаңғағында Е дәрумені өте көп. Аталған дәрумен ағзаны тез қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартып, жақсартады. Сондай-ақ емізулі анаға да, жас нәрестеге де өте пайдалы. Өйткені қоректік заттардың арқасында энергия қорын толтырады және дене жасушаларын нәрлейді. Жаңғақтың зияны бар ма? Жаңғақ аллергиялық өнімге жатады, сондықтан көп мөлшерде тұтынуға болмайды. Артық салмақтан зардап шегушілерде өте сақтықпен жегені жөн. Өйткені мұндағы калория сіздің салмағыңызды еселеуі ықтимал. Біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Мақала танысу сипатына ие екендігін, кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыздар.